Армысыздар ағайындар. Назарларыңызда ел ішінде. Бұл хабарды күлімдеп бастап тұрғаным, бізде өте күлкілі науқан, сайлау науқаны келе жатыр. Дәл солай. 10 желтоқсаннан бастап енді тіркелген партиялардың барлығы өздерінің үгіт насихатын жүргізуге хақысы бар. Бір сәт осы партиялардың ұрандарына кішігірім шолу жасай кетейік. Көрдіңіздер, барлығы ұраншыл, барлығы өзгерісшіл. Құрметті 5 партияның жетекшілері һәм мүшелері. Сіздер осы уақытқа дейін парламентте отырған күшсіздер. Сіздер бұл уақытқа дейін ештеңе өзгерткен жоқсыздар. Менің таңғалатыным және басқа халықтың таңғалатыны, неге сіздер сайлау келгенше үндемей, былықтыратынды былықтырып, бықыстатынды бықыстып аласыздар да, тура сайлау кезінде ойбай өзгеріс керек деп айғайлайсыздар. Егер шынымен өзгеріс керек болатын болса, онда өздеріңіздің партияларыңыздың құрамы мен затын ауыстырыңыздар. Әйтпесе сіздердің Нұр Отан бастаған партияларыңызда, басқасында да, мынандай адамдарда қаптап жүр. Сайлау жайында қорытындылап айтатынымыз, құрметті ағайындар, сайлау ешкімге керек емес, ол бізге ғана керек. Өйткені ол біздің тағдырымыз. Біздің үкіметте көп олқылықтар бар. Тіпті біздің орталық сайлау комиссиясының ойына келгенін істейтіні ешкімге жасырын емес. Бірақ біз үмітсіз емеспіз. Біз жылда үміттенеміз, әрбір сайлау сайын үмітпен қараймыз. Осы жолғы сайлауда халық қаншалықты қатысатыны, қатыспайтыны, белсенді болатыны, белсенді болмайтыны бір Аллаға аян. Өз басым бір білетінім, сайлауда бақылаушылар ең үлкен күш. Бақылаушылар көп нәрсені шешпесе де шулатып көпшілікке жеткізе алады. Бұл ретте бақылаушыларға алдағы істеріне сәттілік тілеймін, оларға табандылық тілеймін. Сіздердің істеп жатқан еңбектеріңіз өте үлкен еңбек. Ал сайлауды қолдан жасап, дауыстарды ары-бері тықпалап, ойына келгенін істейтін біздің шолақ белсенді директор сымақ, бастық сымақ, сонан кейін қорқақ ұстаздар мен қорқақ дәрігерлер, қорқақ мемлекеттік қызметкерлердің барлығына мына бір видеоны ұсынғым келіп отыр. Ұғатын ұстаз болса құлақ салып, айтайын ақиқатты бір ақтарып, қазіргі білім берер ізгі жандар бұлығын жоғарының жүр атқарып. Сайлауда қылмыс істеп тапсырыспен ізгіліктен кетеді шырақталып. Осындай сатқындықтың себебінен шірік жүйе әлі отыр тұрақталып. Жұртың жүр іштен тынып таршылықта, биліктің боданына шыдап бағып, ұрының ісін істеп ұл есіммен ар алдында жауап бар ма сұрақ қанық. Лайық болыңдаршы баршаларың, ұлағатты ұстаз деген ұл атқанық. Бәлкім біз секілді ақындардың емес, осындай кішкентай балаларыңыздың дауысы сіздерге жетімдірек болатын шығар. Ойлану ешқашанда кеш емес. Ойланыңыздар ағайын.